Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі тақырыбымыз гармоникалық тербелістердегі энергияның түрленуі, өлшейтін тербеліс, резонанс, автотербелістерді қарастыратын боламыз. Бұл жердегі енді бүгінгі айтайын деп тұрған тақырыптың ішіндегі формаларын қорытылып қарастырылып шығатын тақырыпша гармоникалық тербелістердегі энергияның түрленуі. Енді тербелістердегі энергия жайлы айтатын болсақ, қазір біз міне алдарыңызда серіппеге ілінген қандай да бір жүк тұрды. Осының қозғалысын қарастырайық, яғни тербелісін. Енді қазір қараңыздар, мына басында берілген суретте серіппе берілген, оған жүк ілінген, яғни нөлде тұр, яғни нөлдік деңгей қалыпты жағдайда тұр. Оған қандай да бір сыртқы күшпен серіппені сығып барып жіберетін болсақ, серіппе не істеді? Бастапқы орнынан не істейді? Алыстай бастайды. Онда бұл жерде қандай энергия пайда болады деп ойлайсыздар? Мысалға, яғни бізде энергияның түрлері бар, өздеріңіз білесіздер, 7-ші сыныптан, 8-ші сыныптан қарастырып жүрміз, төмен сыныптардан. Энергияны сақталу заңын қарастырып жүрміз. Сол жерде көп жағдайда потенциалдық энергия және кинетикалық энергия екеуін қарастырамыз. Енді потенциалдық энергияның анықтамасы оның орналасу жағдайына байланысты, кеңістікте орнына байланысты деп айтуға болады. Денеде пайда болатын энергияның түрі. Ал кинетикалық энергия айтатын болсақ, қандай да бір жылдамдыққа ие болған денені бойында пайда болатын энергия. Біреу жылдамдыққа тәуелді, біреу оның орнына тәуелді болып тұр. Яғни потенциалдық энергия кеңістіктегі орналасуына, ал кинетикалық энергия оның жылдамдығына байланысты. Оны сіздер баяғыдан білесіздер. Мына жерге оның формуласын жазып қойсақ та болады. Так, Е потенциалдық энергия, М потенциалдық энергия, MGH деп айтып жүрміз. Да, MGH. Болмаса біз қазір серіппен айтып тұрмыз. Серіппен айтып тұрғаннан кейін, онда Kx квадрат бөлінген 2. Осылай жазуымызға болады. Және кинетикалық энергия, Е кинетикалық энергия. Ол сіздер білесіздер, mv квадрат бөлінген 2. Біздің жағдайда x өсін қарастырып отқаннан кейін vx деп жазып қойымызға болады. Так, бұл сіздердің естеріңізге салып қоятын жама. Сіздер бұны негіз білесіздер. Енді осы білетін формаларымызды біз гармоникалық тербелістегі энергияның түрленуіне қолданамыз. Және сонымен қатар, мына жерде сіздер білесіздер, энергияның жалпы механикалық энергия сақталу заңы орындалады. Ол деген сөз толық энергия, потенциалдық энергия мен кинетикалық энергиялардың қосындысы. Бұны сіздер баяғыдан білесіздер. Егерде жүйені тұйық деп алатын болсақ, жүйеге сырттан дене немесе күш әсер етпейді, болмаса жүйенің ішіндегі денелер сыртқа әсер етпейді. Жүйе тұйық болатын болса, денелер өзімен өзі әсерлесіп, өзімен өзі соқтығысып, өзімен өзі қақтығысатын болса, осы энергияның сақталу заңы орындалады. Бұл энергияның сақталу заңы. Бұны сіздерге естеріңізге салып қояйық. Енді қазір қараңыздар, мына суретімізге қайтадан ораламыз, яғни бүгінгі тақырыпқа. Біз дененің орнын ауыстырып жатырмыз. Яғни қандай да нөлдік деңгейден ол алыстап барады. Онда бойында потенциалдық энергия пайда болды дейміз. Яғни біз ең алыс жерге алып бардық, X максимумға. Потенциалдық энергиясы ең үлкен мәнге жетті, сосын тоқтап қалдық. Жылдамдығы 0 болып тұр. Енді кинетикалық энергиясы 0 осы нүктеде. Ал ауытқу ең аз болғаннан кейін потенциалдық энергиясы ең жоғары деп қарастырамыз. Енді біз қолымызды, яғни сыртқы күшті алып қалғаннан кейін не істейді? Серіппенің бойында пайда болған серпімділік күші ол не істейді? Денені тебеді. Яғни жылдамдық 0-ден бастап жылдамдық арта бастайды. Көріп отырсыздар ма? Жылдамдық арта бастайды. Ондай болатын болса, мына жерде екі энергия бірімен бірі түрленіп жатыр деңіз. Потенциалдық энергия және кинетикалық энергия, олар өзара бірімен бірі түрленіп жатыр деп қарастырамыз. Енді біз серіппе үшін мынау формулаларымызды жазып қояйық, серіппе үшін. Так, мына жерге жазайын мен толық энергия, яғни толық механикалық энергия. Толық энергия. Ол бізде болады кинетикалық энергия мен потенциалдық энергияның қосындысы. Кинетикалық энергия қосылған потенциалдық энергия. Енді сәйкесінше біз формулаларын жазайық. mvx квадрат бөлінген 2 қосылған kx квадрат бөлінген 2. Енді сіздер мына формулаларды не көріп тұрсыздар? Vx дегенді біз осының алдындағы сабақтарда, яғни тербеліп тұрған дененің жылдамдығы жайлы жаздық, және x, яғни тербеліп тұрған дененің ығысуының формулаларын жазғанбыз. Біз енді осы екі формуланы ескере отырып, мен жерге қайтадан ықшамдап жазып қояйын. Мысалы, біз Vx-ті біз былай жазып жүрдік. xm болмаса a деп жазып қойсаңыздар да болады. Омега 0 синус омега 0 т қосылған фи 0. Сонымен қатар қозғалыс теңдеуіміз x-ке
біз мынаны алып жүрдік. xm, яғни косинусты алып бастағымыз бағана формула қорытқан кезде. Синус пен косинусты қатар жазуға болады дедік та, біз косинусты алғанбыз. Косинус омега 0 т қосылған фи 0. Енді осы берілген екі теңдеуді мына жерге орнына қоямыз. Мына теңдеуді түрлендіретін боламыз. Сол кезде, так, мен кішкене еңкейіп жазбасы үшін мына жерге алып келейін. Сол кезде бізде мына теңдеуіміз өзгереді. Так. Толық энергияның формуласын қорытылып шығаруын қарастырайын деп жатырмыз. Так, мына жерде массаны орнына қоямыз. М. Массаны орнына қоямыз. М. Так, сосын квадраттаймыз. Онда x М-нің квадраты. Омега 0. Так, бізде омега 0. Так, омега 0-дің квадраты. Және мұнан квадраттадым. Так, бөлінген x-ін жазып қоя берейін. Так, синус квадрат омега 0 т қосылған фи 0. Так, бұл бірінші бөлігін жаздық. Бөлімдегі x-ін де жаздық, барлығын жаздық. Енді қосамыз. К тұрады бізде. К-ны жазамыз. К тұрады, сосын міне мынау теңдеуді алып қоямыз. Бұл жерде x-дің квадраты. Сондықтан біз мына теңдеуді квадраттаймыз. xm квадрат. Так, бізде болады бөлінген x-і. Косинус квадрат омега 0 т қосылған фи 0 болады. Яғни біз энергияның толық энергияның формуласын түрлендіріп мына күйге алып келдік. Енді біз бағанадан қарастырып жүрдік, жаңа серпен маятникті қарастырған кезде мына белгілеуді енгізген болатынбыз. М0 квадрат дегеніміз К бөлінген М деп жазғанбыз. Осыны ескеретін болсақ, яғни біз бұны не үшін жазып жатырмыз? Бұл мына жерде түрлендіріп апарып орнына қоятын жерлеріміз бар. Так, омега квадрат, яғни мына жерде омега квадрат бар дегенсіз. Осының арына мына формуланы қоятын болсақ, так, бізде энергияның формуласы мына түрге келейін деп тұр. Е тең болады. Так, мына жеріңізде масса қысқарып кетеді. Сонда бізде болады К xm квадрат бөлінген 2. Яғни мына жерге қойған кезде масса қысқарып кетеді да, К қалады. Яғни алымында К xm квадрат қалады, бөлімде x қалады. Ал мына жерде ол шама екеуінде де бар. Яғни екеуінен ортақ көбейткіш ретінде жақсаны сыртын алып шығып кетеміз. Так, жақшаны сыртын алып шығып кетеміз де, бізде қалады синус квадрат омега 0 т қосылған фи 0. Жақшаны жауып тастаймыз, яғни аргументтен қосылған косинус квадрат омега 0 т қосылған фи 0. Енді сіздер қарап отырсаңыздар, тригонометрияда мынау синус квадрат қосылған косинус квадрат деген бар. Яғни екеуінің де аргументтері бірдей. Синус квадрат альфа, косинус квадрат альфа деп қарастырсаңыздар болады. Бұл нені береді? Бұл сіздерде екеуінің қосындысы, квадраттарының қосындысы бірге тең деген шаманы білдіреді. Ондай болатын болса, бізде толық механикалық энергия К М квадрат бөлінген 2 дегенге келді. Енді мынаған назар аударыңыздар. Біз басында не деп белгіледік? Потенциалдық энергия kx квадрат бөлінген 2 деп белгіледік. Енді x-ің орнына x максимум тұр деңіз. Онда бағана мен сабақтың басында түсіндірдім, міне. Мынаны ауытқыта бастап ең алыс нүктеге алып келген кезде денеде потенциалдық энергия пайда болады деп айттым. Яғни соның дәлелденуі шықты. Дәлелденуін қарастырдық. Ең алыс нүктеде дененің толық энергиясы потенциалдық энергияға ие болады. Енді жіберіп қалғаннан кейін ол не істейді? Мынау тепе-теңдік күйге қарай қозғала бастайды да, тепе-теңдік күйге келген кезде мына нүктеде міне орын ауыстыру x-і 0 болып тұр. Онда потенциалдық энергия 0-ге тең болады. Онда барлық энергия неге айланды дегенсіз ол кезде?
автоматты түрде сізде басыңызға келе қалу керек. Барлық энергия кинетикалық энергия айланады. Яғни дене тепе-теңдік нүктесінен, яғни тепе-теңдік күйінен өтіп бара жатқан кезде, дәл сол нүктеге келген кезде оның жылдамдығы максимум мәнге жетеді екен, осыдан келіп шығады. Енді соны тағы қарастырамыз. Ол үшін мынаны жаздық. Енді біз ол үшін қандай да бір түрлендірулер жасау үшін мен бір орынды бөліп алып қалайын. Қазір шатасып кетпес үшін осы жерге сыйғызуымыз керек болып тұр. Осы нүктенің ішіне сыйғызуымыз керек. Енді оны қарастыратын болсақ, біз К тең М омега 0 квадрат. Және бұл енді бұның түрленіп шығу жаңағы серпел маятникті қарастырған жерде қарасаңыздар, жай белгілеуіңіз келіп, соны біз түрлендіріп мына күйге алып келдік. Және омега 0 xm омега 0 xm тең Vmax. Бұны жылдамдықтың формуласын қорытып шығаруда бағана графикке жазып қойғанмен. Яғни сол жерге назар аударыңыздар. Басқа өткен сабақтарда. Осы екеуін ескерсек, ондай болатын болса, осы екеуін ескеретін болсақ, онда толық энергияның формуласы мына түрге түрленеді. Оны толығымен жазбай қояйын. Өздеріңіз орнына қойып қарастырасыздар. Бөлінген 2 тура жаңағы мына формуланы қорытып шыққандай болады бұл жерде де. Синус омега 0-ті қосылған фи 0 қосылған косинус квадрат жақшаның ішінде омега 0-ті қосылған фи 0. Міне көріп отырыңыздар, тағы да жақшаның ішінде квадраттардың қосындысы шықты. Ол бізге тең болады 1-ге. Сонымен мына теңдеуіміз ықшамды алып мына түрге келеді екен. Яғни толық энергия жылдамдық максимум мәндегі, яғни кинетикалық энергия максимум мәніне тең болады. Ол қай кезде өзгереді, мен жаңа мына суретке түсіндіріп айттым сіздерге. Бұл энергияның түрлерін қарастырдық. Енді өшетін тербеліс, резонанс, автотербелістер дегенімізді қарастырып көрейік. Бұл жайлы біз сіздерге жалпылама ақпарат беретін боламын. Мен қазір өшетін тербеліс. Өшетін тербеліс дегеніміз біз айттық. Жүйе қандай да бір тербеліс жасап тұру үшін, онда біз қоршаған ортада оған сыртқы мысалы қандай да бір әсер болады. Мысалы үйкеліс күші болуы мүмкін, бұл қандай да бір кедергі күші болуы мүмкін. Осы күштер сол тербеліп тұрған денеге өзінің әсерін тудырып, әсерін тудырады, яғни тоқтатуға тырысады. Онда сол тербеліп тұрған жүйенің қандай да бір энергиясының бөлігі сол сыртқы күшті жеңуге жұмсалады. Яғни жұмысқа айланып кетеді. Энергия сәлдеп азайып, энергия сәлдеп азайып отырып, яғни тербелістің өшуін алып келеді. Яғни бұл жердегі жалпылама қысқаша график сызып көрсетейін сіздерге өшетін тербеліске қатысты. Яғни өшетін тербеліп тұрған дененің энергиясы, жаңағы біз айтып кеттік, мына толық механикалық энергиясы қайда жұмсалып кетті деген сұрақ туы керек. Яғни тербеліс өшетін болса, тербеліс тоқтап қалатын болса, сол энергия сыртқы күштердің әсерін жеңуге жұмсалады. Қысқаша түсіндіріп айтатын болсақ. Так, міне графиксіз айтын болады. Яғни уақыт, мысалы, X, уақыт кетіп жатсын дейік. Яғни басталған моментте денеге қандай да бір тербеліс бердік, максимум мәнге жетті, дене тербеліп тұр дейік. Сосын алады да уақыт өткен сайын оның тербелісі азайып, ең соңында өшуге алып келеді. Ең соңында өшуге тура келеді. Енді кішкене былай сызып көрсетіп жатады, кейбір кітаптарда мен графигім кішкене сапасыз болып қалды. Яғни өшетін тербеліс жалпы график түрде белгіленуі осы. Бұның анықтамасын жаңа сіздерге ескертіп айттым. Енді резонансқа келіп тоқтайдық. Резонанс дегеніміз не? Резонанс дегеніміз тербеліп тұрған. Мысалы, ол резонанстың анықтамасын айтпай тұрып, мысалы бір мысал келтірейік. Бұрын өткен төменгі сыныптарда бір әдебиеттерде жазылатын еді. Бұрынғы соғыс кезінде ескі көпір болған екен. Сол ескі көпірден солдаттар сап түзеп, сол көпірден өте бастайды. Және көпірден өте бастаған кезде олар әдеттерінше 1-2-1-ге салып, яғни барлығы марш жасап келе жатады. Яғни ол деген сөз бір дегенде барлығы бірдей оң аяқпен басады.
екі аяқтарын көтереді, үш дегенде келесі аяқтарын басады. Яғни сол тұрған көпірге сырттан соққы жасалынады. Яғни барлығы бірдей жасалынады. Сосын бір мезетке көпірдің орта шеніне келген кезде дейді, көпір үзіліп, барлық солдаттар, әскерлер қирап қалады деп жазылады. Енді ойланыңыздар, не үшін ол көпір құлап қалды? Яғни бұрын өтіп жүрген кезде жұмыс жасап тұрған көпір, солдаттардың барлығы бір уақытта шаг аттаған кезде, яғни үзілді, құлады деген сөз. Не үшін деген сұрақ туады. Осы жағдайда резонанс деген физикалық құбылыс жауап береді. Яғни соның жауабы резонанс деп қарастыруға болады. Ондай болатын болса, ол деген сөз тербеліп тұрған жүйенің жиілігімен сыртқы әсер етіп тұрған күштің жиілігі сәйкес келіп қалған кезде, екеуінің, яғни V0 және V сыртқы жиіліктер сәйкес келіп қалған кезде, болмаса циклдік жиілікпен де жазуға болады бұлай. Сәйкес келіп қалған кезде ол екі тербеліс, яғни бірін-бірі ұлғайтады. Ұлғайтады да олардың аяқ астынан несі амплитудасы, тербеліп тұрған көпірдің амплитудасы асып кетеді. Яғни артып кетеді. Өйткені сыртқы тербеліс пен ішкі тербелістің жиіліктері бір-біріне сәйкес келеді. Сол кезде олар бірін-бірі қуаттайды, күшейтеді. Сол күшейтудің әсерінен тербеліп тұрған көпірдің амплитудасы аяқ астынан асып кетеді, дағы не істейді? Үзіліп кетеді. Осы жағдай келеді. Сонда резонанс дегенді айтып түсінгендеріңіздей, тербеліп тұрған жүйенің, қысқаша айтқан кезде, тербеліп тұрған жүйенің жиілігі мен сыртқы жүйенің жиіліктері өзара тең болып қабаттасқан кезде тербелістегі жүйенің амплитудасы аяқ астынан артып кететін құбылысты резонанс деп айтуға болады. Енді резонанстың көп жағдайда, мысалы, зиянды жағдайлар да бар, пайдалы жағдайлар да бар. Мысалы, резонанс не айтуға болады? Мысалы, кір жуғыш машина деп қарастырайық, кір жуғыш машина. Соның мысалы, бір жағынан кір жуылады, екінші жағынан кірді кептіруге болады. Екеуінің ішінде де айланып тұратын құрылғы болады. Егер де жаңағы кір жуатын машинаны тегіс жерге орнықтырып бекітпейтін болсаңыз, ішкі жүйеміне айланады. Соның әсерінен жаңа кір жуғыш машина өзі де тербеле бастайды. Себебі ол орнықсыз жерде тұр дейік. Аяғы бір жері биік, бір жері аласа. Сосын ішкі тербелісті тудырып тұрған жаңа айналыста кір, жаңағы кір жуғыш машинасы да тербеліске келтіре бастайды. Бір мезетте ол жаңа кір жуғыш машина құлап сынуы мүмкін деген сияқты осындай мысалдарды қарастыруға болады. Енді автотербеліс дегеніміз ол тербелі қозғалыстың ерекше күйі деп қарастыруға болады. Ерекше күрделі күйі деп қарастыруға болады. Мысалы, оған мысал ретінде, мысалы, бұрын ата-әжелеріміздің қолында сағат болады. Қазір енді барлық смарт сағат болып кетті. Сағатты алады да, кішкентай құлағы болады, содан бұрап қояды. Бірнеше күнде аптасына ма бір бұрап қояды. Сосын алады, ол сағат сырт жүре бастайды. Бұндай сағаттар механикалық сағаттар. Болмаса жаңағы тербеліп тұратын маятниктік сағаттар болады. Яғни қазір қараңыздар, жаңағы механикалық сағаттардың бәріне олға энергия беріп тұрған энергияның көзі жоқ. Бірақ ол не істеп тұр? Қозғалысын жалғастырып тұр дейді. Яғни сырттан энергия көзі жоқ болса да, тербеліс жалғаса береді. Осындай тербелістерді автотербеліс деп айтуға болады. Ал ол жердегі энергияның көзін сол жүйенің ішінде қандай да бір механизм болады. Яғни энергия көзін ол тербеліске беріп тұратын. Вот автотербелістің анықтамасы осы, резонанстігі осы. Енді негізгісі есеп шығаруда, күнделікті тапсырмаларда мына формулалар сіздерге қолданылады. Енді мына жердегі резонанс автотербелістер жайлы тереңірек өздеріңіз ізденіп көрсеңіздер болады. Так, балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.